Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен песочный қамырдан жасалатын сметанник пирогын жасайтын боламыз. Достар, менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен електен өткізген ұнымызға қантымызды, қамыр қопсықшымызды салып, үстіне сары майымызды салып, осылай қолымызбен крошка жасаймыз. Міне біздер крошка жасап алдық, содан соң үстіне бір жұмыртқа саламыз да, тағы да жақсылап қолымызбен біркелкі болғанша араластырамыз. Міне осындай қолға жабыспайтын қамыр шығуы керек. Енді біздер осы қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Міндетті түрде целлофанға не болмаса пищевой пленкаге орап қойыңыздар. Оған дейін біздер салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 20% қаймақ қажет болады. Содан кейін жұмыртқа. Содан соң секерімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мен осылай шаншқымен араластырамын. Қатты көп араластырмаңыздар. Ұзақ араластырмаңыздар. Осылай біркелкі болғанша араластырсаңыздар жетеді. Енді формамызды орналастырып, мен 24 диаметрлік формада пісіретін боламын. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, қамырымызды екіге бөліп, бір жартысын осылай төменгі жағына орналастырып шығамыз. Екінші жартысын жанына орналастырып шығатын боламыз. Осылай қолмен жасасаңыздар ыңғайлы. Пирогыңыздың әдемі мінсіз болып шыққанын қаласаңыздар, осылай стаканның көмегі арқылы төменгі жақтарын басып, жанындарын басып, содан соң шанышқымен бортиктерін түзеп шықсаңыздар болады. Міне дәл мен секілді осылай жасап шықсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз әдемі болып шығады. Енді салмасын салып, 180 градуста қызып тұрған пешке 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздер пирогымызды пештен алдық. Енді толықтай суығанша осылай формада қалдырамыз. Толықтай суығаннан кейін формадан босата берсеңіздер болады. Шамамен бөлме температурасында 2 сағаттай шамасында пирогымыз суитын болады. Оған дейін қозғамай қойсаңыздар болады, себебі ішіндегі салмасы сынып кетуі мүмкін, ағып кетуі мүмкін. Сондықтан толықтай суытып, сосын барып формадан босатыңыздар. Міне біздің енді пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің каналымда ашмалы қамырдан жасалатын, яғни дрожжевой тестодан жасалатын сметанник пирогының рецептісі бар. Сол рецептімен де жасап көрсеңіздер болады. Ол рецептімен жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Достар, алдағы уақытта менің каналымда көп рецепттер болады. Сондықтан жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.